Мындай жерге қалай барғанымызды көрсетейін ба? Видеоның соңына дейін қара, маған тіркел. Достар, сәлем. Кемасарда жүрміз. Орманға бара жатырмыз. Ауа райы керемет. Бүгін әдемі жерлерді көресіздер. Так, достар, міне мынандай бұлақ бар. Су керемет. Әрдайым осы жерде болғанда су алып кетем осы жерден. Өзіме ұнайды. Мынандай орман күшті болып жатыр. Өзіміз іс салып жатырмыз. Мынандай әдейі, мынандай гетерлармен жүреміз. Қонышқа қар кірмейді. Сосын мынандай ледоступ деген бар. Мұзды жерлерде өте ыңғайлы жүрген. Аяғым тайып кетпейді. В общем, қауіпсіз жүруге тырысамыз. Қараңыздар, мынандай көріністер ашылып жатыр мына жақтан. Ар жақта кент таулары. Осы жерден 30 шақырым жерде орналасқан. Енді мынау таудағы жартастарды қараңыздар. Алған жаратқаны қандай әдемі. Қараңыздар, қандай қабырға, тас қабырға қолдан жасалған сияқты. Өзім жақсы көремін осы жерде. Үнемі осы кішкентай ғана топтармен келіп осы жерді көрсетемін. Мына жерде қарасаңыздар, мына бұрылысты қараңыздар. Қолдан жасалған бұрылыс сияқты. Енді мынандай қуысқа желден тығылып жиналып қалдық. Жүрек жалға болайын деп жатырмыз. Мынандай тіс басарларымыз, қараңыздар. Жылқының еті, Жанат ханым дайындаған ет. Қазір тамақтанамыз және де мынандай керемет жерде отырмыз. Табиғат әдемі барлығы. Осындайға не жетсін, иә достар, осындай демалысқа. Міне жеттік. Таудың шыңына қараңыздар, төбеде жел. Мынау таудың үстінде кішкентай көлшік бар. Енді сосын мынау тауға көтерсеңіздер, бұның үстінде де екі көл болады.